Сәлем, сұлулықты жаны жақсы көретін менің сұлу оқырмандарым. Қал жағдайларыңыз қалай? Айнұр сұлу арнасына қош келдіңіздер. 30 күндік жасару марафонымыздың бүгін 5-ші күні. Егер де менімен бірге болып, осы 5 күн бойы жаттығу, массаж жасап келе жатқан болсаңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіп өтіңіздер. Егер де бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, осы арнаға лайк басып тіркеліп өтіңіздер. Себебі бұл арнада оңай әрі тез жасарудың ең негізгі құпиялары айтылады. Бірге болыңыздар, және бүгін 5-ші күн жаттығулар күні. Жаттығулар жасап бастайық. Қашанда айтатыным, арқамызды тік ұстаймыз, тік ұстауға тырысамыз. Қай жерде жүрсеңіз де, қай жерде отырсаңыз да, арқаңызды тік ұстап жүріңіздер, қыздар. Ең бірінші құпиясы жасарудың ол арқаны тік ұстау. Кеттік. Біріншіден біз апоневроз дедім, алдында айтып өткем, жаттығулар жасаған кезде. Апоневроз деген, мен бірге қосылып жасай беріңіздер, мен айта берейін. Апоневроз деген бұл біздің мынау сухожильный шлем бас сүйегіне жабысып қалған. Уақыт өте келе жабысып қалады. Оны біз жағы сүйек бөлігінен ажыратуымыз керек. Себебі апоневроз жабысып қалған болса, бас сүйегіне ол алдыға қарай болып бетіп жылжи бастайды, и мынау маңдай бөлігінен бастап теріміз астына қарай түсе бастайды. Сол себептен біз осы шашты төбеге көтеріп, міне қарасаңыздар, еш қорқынышсыз мен шашымды көтеріп жатырмын. Осыны жасап жүргеніме 3 жылдан артық уақыт өтті. Ешқандай да шашым түсіп қалған жоқ, қайта наоборот. Қарасаңыздар, шашым өсіп, және де структурасы жақсарған. Шаштың түсуі менде Аллаға шүкір аз. Осылай, кәдімгідей, мынау астынан бастап, төбесіне дейін массаж жасап шығыңыздар. Шаштарыңызды көтеріп, басқа уқалау арқылы. Басты уқалау арқылы. Осылай, бір 2-3 минут жасаңыздар. Сосын шаштарыңызды жинап алып, жаттығу жасап бастаймыз. Мойын бөлігіне, мойымыз аққудай болу үшін еріндеріңізді, астыңғы еріндеріңізді осылай жасап алыңыздар ішке қарай. Сосын мына бөлікті біз тарта бастаймыз. 20 секунд бойы осылай ұстап отырамыз. Қараңыздар. Жаттығулар мұрынның айналасына және еріннің айналасына арналатын жаттығулар болады. Және ол жаттығулар беттерімізді көтеруге және еріннің айналасындағы әжімдерді кетіруге, мұрынның айналасындағы носогубные складки соны кетіруге арналады. Не істейміз? Осылай жасаңыздар еріндеріңізді. Утеноктар сияқты. Сосын қатты мына 2 бөлікті өзіңізге қарай тартасыздар, ішке қарай. Осылай 20 секунд отырасыздар. Мына 2 бөліктің қаншалықты тартылғанын, қаншалықты жұмыс жасаған байқаймыз. Келесі жаттығу, ерінімізді айналдырамыз сағаттың тілі бағытымен және сағат тіліне қарсы бағытпен. Әрқайсысын 10 реттен. Сағат тіліне қарсы 10 реттен. Есінен шығып кеткен екен, осы видеоның соңында бір керемет лайфхак маскамен бөліскім келіп отыр.
үй жағдайында жасауға болатын. Ол үшін бізге желатин керек болады. Желатин бір ас қасығын 100 мл суға пока араластырып қойыңыздар. Бар болатын болса үйлеріңізде, жоқ болатын болса, онда осы масканы өздеріңізге жазалыңыздар, желатин керек деп. Ертең күні жасайсыздар. Әрбір жаттығудан кейін осы масканы жасап тұрсаңыздар, беттеріңізде жаңа коллаген, жетіспей жатқан коллагені көбейіп, жаңа беттің әжімдерін мелкий әжімдер, яғни кішігірім әжімдер кете бастайтын болады. Келесі жаттығу сұлулар бұл бетімізді, бет бөлшегін, бет бұлшықеттерін көтеру үшін арналады. Ол үшін кішкене аузымызды А деп ашып, екі жаққа қарай күлу керек болады. Осылай 20 рет жасап өтіңіздер. Қараңыздар. А, арқа тік болу керек. Әрбір жаттығуды арқамызды тік ұстап отырып жасаймыз. Жиырмасыншы рет жасағаныңызды 5 секунд қастап қалыңыздар. Ал келесі жаттығу мынау мұрынның айналасындағы носогубный складка кетіруге, ернің айналасындағы әжімдерді кетіруге өте зор көмегі бар. Оны мен көрсетуден жалықпаймын. Мұрнымызды ұшын үстіне қарай көтереміз де, мынау ерніңізбен, үстіңгі ерніңізбен астына қарай тартасыздар. 1, 2, 3, 4. Осылай 20 рет жасаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Уқалап жеріңіздер мұрындарыңызды. Және жан жағын. Ал келесі жаттығу мына бөлікті бұлшықеттерін ұзарту үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10. Керемет. Келесі жаттығулар көздің айналасындағы әжімдерді кетіруге арналады. Ол үшін біз не істейміз? Қолдарыңызбен екі жақ бөлігін кішкене ғана үстіне қарай көтересіздер. Тартасыздар, кішкене үстіне қарай тартасыздар. Және көздеріңізді төмен қаратып жұмасыздар. Қатты жұмбаңыздар, орташа қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Арқаларыңыз тік, расслаблены, плечи расслаблены. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі жаттығу О деп кішкене ашасыздар. О. Осылай қоясыздар саусақтарыңызды екі жағына, көздің қатты баспаңыздар, орташа. И көздеріңізді төбеге қаратып, кішкене былай жмуриться тестерой, сығырайтасыздар. О. Осылай 15 рет. Керемет. Келесі жаттығу. Екі көздің екі жағына қолдарыңызды қоясыздар. Және О. Көздеріңізді жұмып ашасыздар. Тіке қарау керек болады енді. О. 15 рет. Керемет.
көздің бұлшеттерін жұмыс жасаттық. Енді сол бұлшеттерді кішкене босаңсыту керек болады. Ол үшін саусақтарымызбен көздің айналасындағы бұлшеттерді басып өтеміз. Әрбір жаттығуды көңіл күймен, керемет көңіл күймен жасаңыздар, және де еш нәрсені ойламай отырып расслабленно жасайтын болсаңыздар, әсері зор болады. Егер де көңіл күйлеріңіз нашар болып жаттығу жасағыңыз келсе, мейлінше кішкене су ішіп алып, көңілдеріңізді кішкене сабырға келтіріп барып жасаңыздар. Сол кезде әрбір жаттығуларыңыз эффективнее болады. Егер де негізінде жасарудың ең басты құпиясы бұл сіздің қандай көңіл күйде жүргеніңіз, ішкі жан тыныштығы және ұйқыңыздың қанық болуы, витаминдердің жетіскендігі организмге, және де арқаның тік ұстап жүруіңіз, және жаттығулар, дене жаттығулары, бет жаттығулары. Осыны жасап жүретін болсаңыздар, ертеңгі күні сіздерге қымбат косметика керек болмай қалады. Ал қыздар, жаттығуларымызды, бүгінгі жаттығуларымызды тамамдайық. Мынау маңдай бөлігіне осы жаттығуларды, көрсеткен жаттығуларды осылай 15-20 рет жасап өтсеңіздер болады. Сонымен біздің жаттығуларымыз тамамдалды. Мен сіздерге лайфхак, жаңа желатин маскасын көрсеткім келіп отыр. Бетке жағып, оны 15 минуттай ұстайсыздар беттеріңізде, және әсерін көресіздер. Именно жаттығудан кейін беттеріңізді жуып болып, желатинді жағып 15 минутқа жатқаннан кейін беттеріңізді қарайтын болсаңыздар, жуып тастап кейін қарайтын болсаңыздар, кәдімгідей эффект керемет болады. Қазір көрсетем. Ал қыздар, желатин 15-20 минут, 30 минуттай тұрды. Мынандай күйге келді. Қараңыздар. Кәдімгідей ісінген. Бір ас қасық желатинге 100 миллилитр су құйдық. Көздің айналасына жақпай қойыңыздар. Қалған беттің бөлігіне, бүкіл бөлігіне жағып өтсеңіздер болады. Жақып болғаннан кейін 15 минуттай күлмей, сөйлемей, кәдімгідей просто жатыңыздар. Сөйлемеңіздер, күлмеңіздер. Расслабленно жатқан дұрыс. Бетте маска жаңағыдай қатып қалғаннан кейін бетімді жуып тастадым. Қарасаңыздар, жақсы әсер бар. Жасап көріңіздер, міндетті түрде. Маған өте қатты ұнайды. Әрбір жаттығудан кейін бетіме осылай желатинді жағып тастаймын. Және мынау майда әжімдер жақсы кеткенін мен байқағаннан кейін осы ең керемет маскалардан бірі деп сіздерге лайфхак ретінде көрсетіп жатырмын. Пищевой желатин ала берсеңіздер болады. Быстро растворимый дегенді алмай қойыңыздар. Тек пищевой желатин деген бір ғана сөзі бар. Сол желатинді алып, осылай 30 минутқа суға салып қоясыздар. Кәдімгідей каша болған кезде беттеріңізге жағып 15 минут просто жатыңыздар. Ештеңкені ойламай, просто жатыңыздар. Сол кезде әсері осындай керемет болады. 5-ші күнгі жаттығуларымыз осымен тамам. Қыздар, тіркеліп алып, менімен бірге 30 күн бойы жасарыңыздар. Егер де ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады, пікірлеріңізді, шындықтарыңызды жазып өтіңіздер, қыздар. Мен әрбір пікірлеріңізге мен қуанышты боламын. Жақсы көремін сіздерді. Сау болыңыздар.